Арнама видеома қош келдіңіздер. Сәлем болған Тока Айкос. Және де бүгін менде егіздер 4-ші бөлім, яғни соңы. Сіздер бізге лайк басып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Нәзік екеумізге міне каналы скрин етіп қоятын боламын. Біздің еңбегімізді бағалап, бізге лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Актив көтеріп жіберейік. Ал ендеше бастайық. Таң атады. Бай-бай шмай. Қазан қоятын ашым. Ұзымды ойдайын жыбарып дәрі кесінші. Қоймады ғой, қайта ауырып. Қызым, тұра қойшын жуым, тұра қойшын мен ішім ауырып. Қайта ауырып. Ойбай, анашым не болып қалды? Үшіңіз бе ауырып атқан? Я білесің ғой, бір айға сайын ауырып тұрады ғой. Жарайды, қазір барып тез киініп алып келем. Ой, осы кезде бар ғой, Маржанның жоқ болып кеткенін маған ұнамайды вообще-то. Дәрілер қай жақта тұратынын мен қайдан білейін? Бір осы бар ғой, Маржанда қызық бар ғой. Дәрі сатпайды ғой, енді қайттым. Ана жақта анашым ауырып жатыр, мен не істеймін енді? Маржанға звондап тезірек айту керек, таксиге барайын. Шым, қалай болдыңыз? Қызым, мен жота болмай тұрмын, білмеймін. Жаман ауырып бара жатыр, көзімді аша алмай қалдым. Дәріңді алып келдім бе? Дәрі жоқ екен, анашым. Мен қысып келейінші, қайта қысылып қоймадым. Анашым деймді, жүкті емес ба? Дәрігерге қаратып келу керек еді. Алло, Маржан? Алло, не болды, құдай, неғып звондап атсың? Таң атпастан. Наяқта мама дейтін ауырып жатыр, сен сояқта қаңғырып жүрсің. Не істеп жүрсің? Үйге келмейсің ба тезірек? Ол жақта нең кетіп еді соншама? Мен саған бірінші рет ұрсып тұрмын, есілке. Ойбай, қазір барам, немене ұрсып, осы барлықтарын ұрсып кеттіңдер ғой. Барам қазір 1-2 сағатта. Өлә, 1-2 сағатта адам келе ме? Қумашы. Ондай алыс емес шығар, тез кел. Мынаяқта ауырып жатыр ғой. Давай. Ондай хотите берме маған, 15-20 минутта кел, қумашы. Інжу, мен где-то 20 минутта болам. Мен боянуым қанша, сен ойласашы соны. Осы менсіз күн көре алмай ма? Анашым, не болды жаным, анашым, не болып қалды, айтыңызшы. Бәрі менің күнәм ба? Бәрі сенің күнәң, анашым, сосын ауырып қалды сенің кесірінен. Қыздарым бір-бірінен көруді қойыңдар, мен дәрігерге апарыңдаршы тезірек. Мен тамағым уже ауырып жатыр, тезірек апарыңдаршы мен дәрігерге. Көрдіңдер ма тамағымды? Жарайды, анашым, қазір апарамыз. Олай жамандықты шақыра берме, батыл болу керек адам деген. Батыл болу керек, бәрін жеңеміз деп ашуланып, данып тұрсаң, жеңіп кетеміз. Дұрыс айтасың. Анашым, мен осы күнге дейін сізге ұрысқан қателіктерім үшін кешірім сұраймын. Мен енді мүлдем олай істемеймін. Жарайды, жаным, екеуіңді бірде жақсы көрем. Мен білмеймін, тамағым мен ішім жаман ауырып тұр, мен дәрігерге апарыңдар тезірек. Жүр, кеттік, енді дәрігерге апарып келейікші тезірек, осы ақшада жетіп қалар. Сәлеметсіздер ме? Мен осы УЗИ-ға келдім қаралуға, ішім жаман ауырып жатыр да, білмеймін не екенін. Әйтеуір өзім білмей жүрмін, токсикоз ба? Токсикоз емес, андай құсып қайта ауыра берем. Жүкті әйелдер ғана токсикоз болады ғой. Жарайды, аяққа жатыңыздар, қазір тексеріп беремін. Жүріңіз. Жарайды. Қыздар, сендер де кіре берсеңдер болады. Сендер айтпақшы, кім боласыңдар? Олар менің қыздарым ғой, кіре берсін. Сіз жатыңыз, мен отырам. Міне, сізде бала көрсетіп тұр. Бала? Анашым, не сіз жүктісіз ба? Мәссаған. Мен өзім шоқ болып тұрмын ғой. Ура, енді біздің сіңліміз немесе ініміз болады, алақай.
мәссаған, өзім бірінші рет көріп тұрмын, мен 5 ай болды, уже білмей жүрмін ғой. Уже балаңыз 5 айлық болып кеткен, сізде мүлдем білмегенсіздер. Міне балаңыз өйтіп саған, потом сіздің жеген тамақтарыңыз оған ұнамаған, потом оны құсып саған. Токсикоз болады әйелдерде сондай. Түсінікті. Достар, мен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Яғни Назия екеуміздің коллабымыз аяқталды. Бұл 4-ші бөлім, яғни соңы. 3-ші бөлімін көрсеңіздер, онда плюс белгісін қалдырып, және де жүрек қалдырып қойсаңыздар болады комментарияға. Всем пока-пока. I love you. Подписаться етуді ұмытпаңыздар, екеумізді қолдап.